Алтай Көлгіновтың әкімдігі бір бөлігі 1917 жылы салынған ескі сауда үйін 9,5 миллиард теңгеге сатып алды. Бұл туралы Экспресс-ка сайты жазды. Неге? Өйткені ақша үнемдеу керек екен. Алтай Көлгіновтың қарамағында 30-дан астам ұйым мен басқарма бар. Олардың әр қайсына жеке-жеке қызмет орнын жалдап беру үшін жылына 1 миллиардтай теңге кетеді. Бірақ сайт хабарлауынша әкімдік бұл ғимаратта сатып аларда ешқандай мемлекеттік тендер жарияламаған, тіпті нарықтағы басқа ұсыныстарды да қарамапты. Sign temporary. Атына қарасаң Google'дың офисі сияқты, я. Шын мәнінде бұл кеңес заманынан қалған Целиноград қаласының ескі әмбебап дүкені. 2020 жылы бұл ғимараттың құны 12,6 миллиард теңге болыпты. Ал 2021-де құны 9,5 миллиардқа бірден түскен. Тағы 2-3 жыл шыдасақ су тегін болады деш. Жарайды, қанша қалынса да бәрібір, әйтеуір ішіндегілер дұрыс жұмыс істесе болдығы бастысы. Айтпақшы, былтыр дәл осы ғимараттың алдында масқара ремонт жүрді. Әрине әкімдік атынан. Бұл Экспресс-ка жаңалықтары, уақыттарыңызды